көп әйел алу туралы пікіріңіз, ұстанымыңыз? Көп әйел алу туралы ұстанымыңыз дейсіз? Қазақта бұрыннан бар ғой көп әйел алу туралы. Сіздің ұстанымыңыз қандай? Бар шығар. Қазақта бар болғасын менде ұстаным жоқ ондай. Ол қазақтарда бар шығар. Жалпы ұстанымым, мен енді оны қолдаймын деп айта алмаймын. Бірақ бұл бабамызда бар дәстүр, ата бабамызда болған, менің де аталарымда болған. Қарсы да емеспін жалпы дәстүр ретінде ұлтымыздың. Және біздің ұстанған дінімізде де бұл бар, оған тыйым салмайды. Бірақ енді қазіргі уақытта заман өзгерді, уақыттың талабы өзгерді, қоғам өзгерді, адамның тұрмыс салты мен көзқарасы өзгерді. Сондықтан жаңағы бұл дүниені біздің қоғамның форматына келе бермейтін шығар. Заң талаптарына сәйкес келмейді. Сондықтан ол қазір көп ондай көріністерді көрмеуіміздің себебі де сол деп ойлаймын. Бірақ бәлкім енді кейбір азаматтар ондай қадамға барып жатса, ол оның өз еркі деп ойлаймын. Белгілі бір деңгейде халық санының көбеюіне, белгілі бір деңгейде жаңағы жалғыз басты біздің аруларымыздың түрлі азғындық жолға, басқа бір теріс жолға түсіп кетпеу үшін осындай дәстүрді игі тұстарын пайдаланғанда дұрыс шығар деп ойлаймын. Мен өз жиі айтатынмын, әркім өзінің шаруасын, шама келсе алсын, шамасы келсе. Шынымен сондай жағдай болып тұрса, бүкіл әулетінің отбасымен келісіп тұрса, өздері білсін. Былайша айтқанда шариғат бойынша өте дұрыс айтасыз, бұл рұқсат берілген көп әйелге, 4 әйелге дейін. Депутаттық мандаттан кейінгі жоспарларыңызды немен байланыстырасыз? Мен біріншіден енді осы мерзім біткеннен кейін расын айту керек, партия атынан тағы да сайлауға қатысамыз. Осындай өзіміздің жоспарымыз бар. Егер ұтсақ, тағы да депутат болуға енді өзіміздің үмітіміз бар. Болмай қалса, немесе одан кейінгі сәттерді алсақ, мысалы пенсияны деп айтсақ, онда әлемді аралап, кішкене бизнеске бет бұрып. Адам ретінде өмір сүру, сол баяқ осы уақытта қалай өмір сүріп келдім, солай өмір сүрем, ешқандай қиындықсыз. Депутаттық мандатым біткеннен кейін, әрине, мен бұған дейін 20 жыл бойы жоғарғы оқу орнында профессор болып ғылым жолында еңбек еткен адаммын. Сондықтан да кәдімгі дипломы бар, қолында жаңағы құжаты бар ғылым докторы профессормын. Мен баратын орын табылады ғой деп ойлаймын. Инвестор тарту өңірдегі даму көрсеткіші бойынша топ 3 әкімді айтыңызшы. Енді қазір соңғы деректер енді ғана келіп жатыр ғой. Соның қорытындысы бойынша айтып берейін. Бірақ енді белсенділік бойынша меніңше Алматы. Өйткені Алматының бюджеті соңғы 5 жылмен салыстырғанда 2 есе артып отыр. Яғни қаладағы кәсіпкердің саны артты деген сөз. Енді менің білетінім есімде болса Қызылорда жаман көрсеткіш емес. Оңтүстік Қазақстанда жақсы көрсеткіштер бар, бірақ энергетикалық мүмкіндіктеріміз жетпей жатыр. Сондықтан біраз бизнесмендер қайтып жатқанын жақсы білеміз. Сол сияқты жағдайлар бар. Павлодар облысының әкімі жақында мемлекет басшысының қабылдауында болды, өте жоғары бағалады. Осы уақытқа мен енді сол өңірдің адам болғасын айтып тұрған жоқпын бұны. Бұны сол өңірдегі осы уақытқа дейін де тартылып жатқан инвестициялардың деңгейін білетін азамат ретінде ең бірінші орынға жаңағы Павлодар облысының әкімін қоятын едім. Одан кейін Алматы облысының әкімін атап өтуге болатын шығар. Және Шымкент, бәлкім Шымкент деп ойлаймын енді. Ал негізі бірінші орынға Павлодар облысының әкімі Асайын Қуандықұл Байханов деп есептеймін. Негізі инвестор тарту бойынша мынау бізде Түркістан облысының өз өңірімді айтатын болсам, Дархан Амангелдіш қазір енді не деп отыр ғой, жаңағы басқа жұмысқа ауысып кетті, бірақ ол кісі мынау Қытай, Ресейден көптеген инвесторлар тартуға өз ықпалын жасады. Одан кейін жаңағында Алматы қаласында да Досаев мырзаны да біраз инвесторлар тартып жатқанын естіп отырмын. Кейін мынау Астана қаласы. Бала күніңізде сентек болып, жақсылап таяқ жеген күндеріңіз, шыбықтыңызды қалған сәттер болды ма? Анамның тәрбиесін алған сәттер көп болды. Бала кезде көшеде біраз бұзықтық жасап, төбелеске қатысып ондай болған жоқ. Бірақ анамның рұқсатынсыз бір жерге кетіп қалу, сондай дүниелер болды. Өткен бізде Арыстың өзені бар, Арыстың суынан қатты қорқатын, ағып кеткен балалар болды. Соған егер Арыс суына балалармен еріп кетіп қалғанда біраз таяқ жейтін болған. Ой, көп болды бала кезден. Ең бір жасап қойған тентектігіңіз, ең бір жаныңызға батқан бір шыбық есіңізде ме бір?
болады ғой енді. Мектепте білдіресің негізінде. Кешке жақын мектептен үйге бармай, ана каналдардың бойында ана құрбақа өлтіретін анда шыбықтап алып құрбақаны өлтіріп жүрген ғой. Сіз аяғым бәрі ана балықтарды сап алып аяғымдағы етікке жағында сумен бірге балықты салғам аяғымның ішіне. Сөйтіп ойнап жүріп сол үйге келген кезде бір рет шыбықпен жақсылап тұрып таяқ жегем үйдегілерден. Соңғы рет қашан қоғамдық көлікке міндіңіз? Жақында міндім қызымды мектептен алып кеткенде. Бұл депутаттар үшін қалыпты жағдай ма? Депутаттар үшін білмеймін, мен үшін қалыпты жағдай. Қайсысына? Автобус немесе пойыз. Пойызға мінгеніме де осы өткен жаздан ба міндім. Жиі жүреміз енді ары бері жүргеннен кейін. Қоғамдық көлікпен Иә, қоғамдық көлікпен де жүре бересің. Алматыда метроға мініп кетесің. Ыңғайлы.